Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге тәуелсіздік күніне арналған қолөнер бұйымын жасауды үйрететін боламын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен мен қағазға өзіме керекті күннің, қыранның және күннің шуағының қиып дайындап алатын боламын. Сол қиып алған қағазымызды ПВХ материалына осылай ручканың көмегімен бастырып алатын боламыз. Жаңағы қиып алған суреттеріміздің барлығын ПВХ-ға бастырып, канцелярский пышақтың көмегімен осылайша қиып алатын боламыз. Міне қиып алдық. ПВХ материалы өте нәзік материал, сол үшін жайлап жұмыс істеу керек. Енді дәл осы ПВХ-ны сары фетрға бастыратын боламыз. Барлығын осылай сары фетрға жақсылап бастырып шығатын боламыз. Міне бастырып алдым. Енді осы қайшымен қиып шығатын боламыз. Міне барлығын қиып дайындап алдым. Және жылтыры золотистый помераннан да қыранның жиегін қиып дайындап қойдым. Осылай ыстық клейдің көмегімен ПВХ-ға фетрімізді барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Енді зубочистканы алып, ПВХ материалы өте жұмсақ болады. Менде 2,5 толщиналық. Осылай ортасын ашып, күннің шуақтарын осылайша бір-біріне қыстырып жабыстыратын боламыз. Міне мен ортасын көлемін 3 саусақтың көлемінде ашық қалдырып, барлығын осылай бір-біріне кигізіп жабыстырып шықтым. Бұған ыстық клейдің қажеті жоқ. ПВХ-да зубочистка өте нық тұрады. Міне барлығын жабыстырып алдым. Енді ортасына күннің жиегі әдемі болу үшін метражный стразымызды айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Міне жабыстырып алдым. Енді А4 форматта шығарылған Қазақстанның туын жабыстырып. Енді подставкасын істейміз. Ол үшін фетрді осылай подставкамен өлшеп қиып алып, ыстық клеймен жабыстырып алатын боламыз. Міне жабыстырып алдым. Енді желтоқсан құрбандарының суретін шығарып алатын боламыз. Оны да ПВХ-ға осылай клейлеп жабыстырып, содан соң канцелярский пышақпен қиып, қатты қылып дайындап аламыз. Артына нық тұру үшін осындай подставкалар қиып алдым ПВХ-ның қалдықтарынан және золотистый помераннан өзімізге келетін оюды қиып алып, және жуан ағашты тұрғызу үшін алатын боламыз. Осылайша құрастырамыз. Бірінші оюларды подставкаға жабыстырып алып, содан соң күнімізді осылай фетрмен үлкен ағашымызға нық тұру үшін орналастыратын боламыз. Подставкамызды тесіп, соған орналастырып, алдына суреттерді жабыстыратын боламыз. Толық түспей қалыпты. Видеом өте түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа видеолармен бөлісіп отыратын боламын.